Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен түрік халқының меди баклавасын оригинал рецепт бойынша дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, жылы су, сұйық май, сары май, қаймақ, алма сірке суы, қамыр қопсытқыш және жұмыртқа қажет. Бұл қоспалардың нақты мөлшерін видеоның астынан, яғни описаниядан оқи аласыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін алдымыздағы мына барлық қоспаларды біркелкі болғанша араластырып, одан соң алдын ала електен өткізілген ұн мен қамыр қопсытқышты қосып, қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз да дайын болды. Осы дайын болған қамырымызды енді бірдей етіп 8 бөлікке бөліп аламыз. Одан соң қамырымызды осылай қолымызбен дөңгелектейміз де, бетін ауа кірмейтіндей етіп жауып қоямыз. Келесі кезекте баклаваның ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүтке қант және ұнтақ жармасын салып, үздіксіз қоюланғанша араластырамыз. Дайын болған салмамызды бөлек ыдысқа салып, суытып аламыз. Суыған салманы құрт формасына келтіріп дөңгелектейміз. Ал енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды жүгері крахмалының көмегімен жаямыз. Алғашында жүгері крахмалын молынан сеуіп, соңына қарай барынша азырақ сепкендеріңіз дұрыс. Қамыр осындай өте жұқа болу қажет. Оның жұқалығын астына осылай кез келген жазуды немесе суретті қойып тексеріп көруге болады. Жайылған қамырды оқтауға орап аламыз да, екі шетінен ортаға қарай ысамыз. Одан соң қамырды бір шетінен бастап осылай ашып шығамыз. Ортасына 2 саусақ қалдыра отырып, ұнтақталған грек жаңғағын және де жаңағы дайындаған салмамыз бар. Осы салмамызды салып шығамыз. Қамырымыздың екі шеті арқылы осы видеодағыдай етіп салмамызды жауып шығамыз. Және де мынау бос тұрған ортасын жақсылап қысып, пышақпен кесіп аламыз. Баклавалардың екі шетін осылай қолымызбен жақсылап бекітеміз де, келесі бетіне аударамыз. Одан кейін тағы да төменге қарай қолымызбен жақсылап бекітіп шығамыз. Баклавалардың бетіне жағатын сары майды дайындаймыз. Ол үшін 82,5% сары май мен сұйық майды араластырамыз да ерітеміз. Одан соң бетіне шығатын осындай ақ көбіктерінен тазартып аламыз. Ерітілген сары майды баклавалардың бетіне жақсылап жағып, 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мен пеште 35-40 минуттай ұстадым. Шербетті дайындау үшін суға қант және 1 тәм лимонды салып қайнатамыз. Баклаваларды пештен ала салысымен қайнап тұрған шербетті ыстық баклавалардың үстіне құйып шығамыз. Шербет толық сіңу үшін баклаваны бөлме температурасында суытып, суыған соң бір түнге тоңазытқышқа қоямыз. Мен баклаваларды осындай ұнтақталған грек жаңғағымен сәндеп шықтым. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса пікірге қалдырыңыздар.